Сатирик Көпен Әмірбектің естелігінен. Бір күні аудандық Отырар алқабы газетінің бас редакторы Төпен інім қоңырау шалды. Саған бір қызық қымбат нәрсе айтайын ба? Елең ете қалдым. Ол не? Біздің Шәуілдірде Шәмшінің ел естімеген бір әні бар. Ол қайда? Бір кемпірде. Таспаға жазылған ба? Жоқ, кемпірдің жүрегіне жазылған. Ол кемпір қайда? Шәуілдірде тұрады. Үйін білесің бе? Білем. Астанадан ауылға аттандым. Қазақ радиосының оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тілшісі болып істейтін Ерсұлтан інімді ертіп, Төпен үшеуміз кемпірдің үйіне арнайы іздеп бардық. Диктофон, теледидарға түсіретін аппарат секілді асай-мүсейіміз дайын. Сәлем бердік. Құрақ ұшып төрге көрпешені қалыңдатып салдырды. Ар жағына ештеңені сақтамайтын ақ жарқын кейуана екен. Көзі нұрлы, сөзі сырлы. Ширақ, бұйымтайымызды сұрадық. Апай, сізде Шәмшінің шығарған әні бар дейді. Шырақтарым-ай, өтті кетті дүние, оның өзде естелік боп қалды ғой деп, кейуана жүрек түбінде сақталып жатқан құпия сырдың тоғағын ағытты. Мен Жайықтың қызымын, сол жақта туып өстім. Орал педучилищесін 1957 жылы бітірген 5 қыз өкіметтің жолдамасымен Шәуілдірге келдік. Құрбыларым Әлима, Хансұлу үшеуміз Темір Қаракөл совхозына балабақша ашып, соған 30 баланы толтыру үшін халықты жинап үгіттедік. Ел жұрт, ойбай шырағым, біз өлген жоқпыз, неге береміз деп түрдікті. Біз бұл детдом емес, детсад деп түсіндіріп жүріп балаларды жинадық. Балабақшаның бітпеген құрылысын 3 қыз жабылып, аяқтадық-ау әйтеуір. Ара-арасында Қалдаяқ деген ұста ата кеп қисық жерін қиюластырып кетеді. Жәрдемін аяған жоқ. Білмеген жерімізді сол кісіден сұраймыз. Қалдаяқ ата, менің балам бар Алматыда, консерваторияда оқиды. Оқуын бітіре алмаған соң ауылға келе алмай жатыр деп қояды. Бір күні баласы келді. Қағылез жас жігіт. Қарсы ұшырастық, сәлеметсіз бе дейді де тұсымыздан сызылып өте шығады. Каникулдағы кезі. Балабақшадан кейін клуб аштық. Совхоз директоры Ермановтың үйіндегі Сәлима жеңгеміз Шәмшіні клубқа шақырып, біздерге талай ән үйретті. Біз Шәмшінің композитор екенін, ән шығаратынын білмейтінбіз. Даусы жақсы болатын. Майдашуақ күні Шәмші маған жолығып, көкірегімде бір әнім бар, соны саған үйретсем қайтеді. 2 күннен соң Алматыға кетемін деді. Ол қандай ән деп едім? Әннің әті поэма деді. Поэма дегенді қайдан шығардың дедім мен. Өзі қу тілді жігіт тұғын. Абай атамнан үйрендім ғой деп жымиды. Өзгертейік дедім. Қалай, атын қалай қоямыз деп ойланды. Өзінің аты айтып тұр ғой, бір ән деп қояйық дедім. Оған ұнады ма қайдам, сөйтіп бір ән деп атадық. Маған үйретті. Басқа ешкімге мойын бұрмады. Сөзі мен әні Шәмші Қалдаяқовтікі деп дәптеріме жазғызды. Әні өте жақсы, көңілімнен шықты. Маған қайта-қайта айтқызып, Алматыға кетіп қалды. Келесі жылы келді. Халық театрын ұйымдастырайын деп жатқанбыз. Былтырғыдай емес, пісіп қалған. Қонақы. Мен жақында ғана Шәуілдірдің бір жігітіне тұрмысқа шыққанымды айтып едім. Шәмші, бір әнді тек саған арнап шығарып ем ғой деп, түр-түсі күреңітіп. Жүрегінің түбінде не жатқанын қайдан білейін? Шәмшінің бір әнін жабыққан кезімде жалғыз өзім айтып қоям. Оны бірақ ешкімге естіртпедім. Жасым болса ұлғайды. Жақсы ән ішімде кетпесін деп жариялап отырмын шырағым. Аты жөнімді көрсетпей-ақ қойыңдар. Немере шөберелерінен ұят қой, деп апайымыз Шәмшінің бір әнін ешқандай сүйемелдеусіз шырқай жөнелді. Қош айтысып кетіп барам арадан, бірақ өшпей жүресің сен санадан. Біле алмадым не ғажабың бар еді, еріктен тыс құрбым саған қарағам. Сезбеппіз ғой өткенінде уақыттың, қолаң шашың белгісіндей бақыттың. Табыспаған талайлар көп өмірде, қалқашым-ау, біз екеуміз сияқты. Табыспаған талайлар көп өмірде, қалқашым-ау, біз екеуміз сияқты. Құрбым арнап ән қалдырдым мен саған,
ән саламда ай жүзіңе тамсанам, сүйкімді қыз өтіп кеткен сағымдай, қол жетпеген арман едің аңсаған. Маздап жанып махаббаттың шырағы, сенің бейнең жүрегімде тұр әлі. Айтып жүрші шәмші салған бұл әнді, болып қалсын жүректегі бір әнім.